Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы. Бүгін мен осы видеода өтпен проблемалар, кімнің өті қою, кімнің өтімен проблема бар, кім тамақ қорыта алмайды, осы туралы, және де асқазан проблемасы, кімнің асқазаны ауырады, осы екеуінің сығындысын айтатын боламын, қандай белгілер болады, не істеуге болады. Және мен осы видеоның ерекшелігі өзімнің пациентімді алып, сол пациентіме разбор жасайтын боламын. То есть пациентімнің анализдарын, пациентімнің УЗИ-ларын бәрін сіздерге оқытып, ошарға көрсететін боламын осы видеода. Мен пациентіме қандай симптомдар болды, қандай шағымдармен маған келді. Сол себепті осы видео өте қызықты болады. Соңына дейін қараңыз, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Ал мен бастаймын. Бұл бала маған мынандай симптомдармен келді. Отрыжка после еды дейді. Бірінші симптомы ол мынау отрыжка дегеніміз ол кекіре береді да. Тамақ айтады, мен тамақ жеймін дейді, тамақ жегеннен кейін кекіру сезім басылмайды, қайта-қайта кекіре берем. Неше түрлі дәрілер салдырдым деді, неше түрлі дәрілер іштім деді, бірақ там көмектеспеді. Тамақ қалай жеймін, кекіре береді да. Сондай адамдар көрген шығарсыздар. Осындай симптом ода болды. Ол бірінші симптом. Екінші симптомы бұл вздутие живота дейді, ішім кеуіп кетеді дейді. Тамақ жегеннен кейін ішім кебет дейді, және жел шыға береді дейді. Бұл не үшін дейтін болсаңыз, біздің көбінесе іш кебуіміз біздің өтіміздің жақсы жұмыс жасамауына байланысты. Егер өтіңіз дұрыс жұмыс жасамайтын болса, ішіңіз кебеді. Не үшін дейтін болсаңыз, біздің білесіздер ғой, өтіміздің составында антибактериальный свойства бар. То есть біздің өтіміз, былайша айтқан кезде, бактерияларды өлтіреді. Тамақ жеген кезде, біз өтіміз бөлінген кезде, бүкір біздің асқазан ішек бойының бәрінде, аш ішек, тоқ ішектің бактерияларын тазалап өлтіріп отыру керек өт. Ал бұл балада өті дұрыс жұмыс жасамағаннан кейін, мынау үлкен ішек бар ғой, тоқ ішек деп айтады, тоқ ішектен аш ішекке бактериялар өтіп кетеді. Сол өту себебінен бактериялар біздің тонкий кишечнигімізде вообще болмау керек. Бұл балада өтіп кеткен. Өткеннен кейін, бактерия өлтірмегеннен кейін осындай вздутие живота болып жүреді. Постоянно іші ісіп жүреді. Бұл екінші симптомы. Үшінші симптомы, бұл жерде не переваримость пищи, то есть айтады, тамақты қорыта алмаймын дейді. Тамақ жейм, тамақ где-то 3-4 сағаттан кейін бірақ қорытылады деп айтты да. Бұл не дегеніміз, бұл значит өті дұрыс жұмыс жасамайды, өтінің концентрациясы түсіп кеткеннен кейін, асқазанымызға түскен кезде, асқазанымызда және ішектерімізде бөлінетін секрециясы және де біздің өтіміздің концентрациясы қатты күшті емес. Сол себепті майларды және углеводтардың бәрін бұл өт қорыта алмайды. Сол себепті осындай тамақ қорытылмау симптомы басталады. Төртінші симптомы бұл да ауру сезім пайда болу. Оң жақ қабырғасы ауырады дейді, сол жақ қабырғасы, асқазан тұсы ауырады дейді, ішімнің кіндіктің айналасы ауырады дейді. Бұның бәрі біздің медицинада диспептический синдром деп айтады. Осындай синдром басталып кеткен. Өйткені бір жағынан өтпен проблема болса, бір жағынан асқазанмен проблемалары. Жалпы айтқанда, мен консультативный лист толтырам каждый пациентіме, соның анамыз заболевание, то есть ауру себебі неден басталды деген затты сұрасам, оказывается, операция болыпты, 4 ай бұрын операция болды дейді, өкпесіне жасалыпты, бірақ өкпесінің жоғарғы жағын алып тастаған дейді. Кезінде пневмониямен ауырған, пневмониядан кейін асадық қалып қалған, сол пневмонияның осложнениясы осындай қалып келген. Содан кейін ауырғаннан кейін пневмония после операции восстановление ретінде бұл бала ауылына барады, ауылында жаңағы туысқандар айтқан шығар енді, саумал ішсейш, қымыз ішсейш жазыласын деп. Содан кейін бұл бала саумал ішіп бастаған екен, биенің сүтін. Айтады, қалай саумал ішіп бастадым, менің асқазаным ауырып бастады дейді, өтім ауырып бастады дейді. Оған дейін вообще ондай ешқандай проблема болмаған дейді. Енді түйіп айтатын зат, егер сіздің өтіңізбен проблема болатын болса, егер асқазаныңызда язва, гастрит болатын болса, егер ауырып жүрген болсаңыз, асқазаныңыз бар жеріңіз, онда бұндай саумал деген затты, қымыз деген затты ішуіңіз дұрыс емес. Өйткені көріп отқандарыңыздай,
еще больше хуже қылып жіберуі мүмкін, состояниеңізді құртуы мүмкін. Сол себепті қымыз және саумалыны ауырған кезде ішпеңіздер еш уақытта. Содан кейін дәрілер ішіпті, омез ішіпті, цирукал салдырыпты, рамбирон дейді, пальпаза дейді, нольпаза. Осы дәрілердің бәрін қабылдадым, бірақ ешқандай эффект болған жоқ дейді. Содан кейін мен анализдарға жібердім, анализдердің бәрін тапсырып, маған осы чатта WhatsApp-ма жіберді. Көріп отқандарыңыздай, общий анализ кровидан бастаймыз. Қараңыздар, гемоглобин 139 болып тұр, нормально, эритроцит 4,68 норма, цитовой показатель 0,89. Цитовой показатель скрытая анемия бар екен көрсетеді, 89 дегеніміз кішкене болсын, скрытая анемиясы бар екен, гематокрит 41 норма. Так, тромбоциттер 377 повышено деп жазып қойыпты, негізінде норма болып саналады, өйткені көбінесе тромбоциттер бізде 400-ге дейін болу керек. 400-ден асып кетпеген, самый главный. Но кейбір просто аппараттардың градациясы болады, өлшеуі. Сол осылай көрсетіп тұр, сол себепті повышено, негізінде норма. Тромбокрит норма, повышено дейді. То же самое, неге байланысты операция жасағаннан кейін изменение болады тромбоциттерменен. Кейін нейтрофилдар түсіп кеткен, моноциттер өсіп кеткен. Лимфоциттер то же самое. Бұлардың бәрі не үшін өскен? Өйткені бір жағынан асқазан ауырып тұр қазіргі таңда, және де өті ауырып тұр, өтінде тас бар еще, и после операции, конечно, бұндай анализдарда изменениялар болады. Бұл қанның талдауы. Енді екінші талдау бұл уреазный тест. Мен бұл баланы хеликобактер пилорийді анықтау үшін уреазный тестқа жібергем. Уреазный тест дегеніміз бұл осы сияқты бір аппарат, мен просто образно көрсетіп отырмын. Алып, асқазан ауыратын адамдар үрлейді да, былай деп үрлеген кезде значениесін көрсетеді. Егер асқазанмен проблема болатын болса, осы хеликобактер пилори деген бактерия бар. Осы бактерия көріп отырғандарыңыздай 185-ке дейін өсіп кеткен, саны негізінде 40-қа дейін-ақ болу керек, 40-тан төмен болу керек. Бұл балада 185, ол дегеніміз положительный. Хеликобактер көбейген кезде көріп отырғандарыңыздай, мынау біздің асқазанымыздың мынау іш жағында слизистый оболочкасы болады, осыны жеп бастайды. Мынандай жақтарын бәрін жеп бастайды хеликобактер пилори бактериясы. Содан кейін осындай жаңағы мен айтып кеткен симптомдар басталады көп жағдайда. Бұл жерде жақсы жері точно анықтап берді, лабораторияға барып тапсырды, хеликобактер пилорийға шықты. Значит, енді не істейміз? Біз осы бактерияны өлтіруге тырысамыз, осы бактерияны емдейміз. Жалпы бұл бактерия бізде 80-90%-те бар, бірақ мынау стресс болған жағдайда, осындай бұл бала қиындықтан өткен, стресс алған, қатты осындай өмірінде заттар болған, операциядан өткен, содан кейін иммунитет түсіп кеткеннен кейін мынау асқазандағы хеликобактер оянып, инактивный формадан активный формаға ауысып кеткен, сол себепті көбейіп кеткен. Енді біз бұлармен жұмыс жасау керекпіз. Так, үшінші анализ, общий анализ матча тапсырыпты. Матчасында самый главный қараңыздар. Белок жоқ, глюкоза жоқ, қан жоқ, ешқандай слизь жоқ, дрожь жоқ, бәрі таза. Общий анализ кровиінде ешқандай изменение жоқ, бәрі таза. То есть бүйрегі жақсы жұмыс жасайды екен. Енді төртінші анализ бұл биохимический анализ, маңызды анализдерінің бірі. Креатинин 63/70 дейді, норма көрсетіп тұр. Креатинин бізде көбінесе біздің бүйрегіміз ауырған кезде, бүйрегіміздің клеткалары повреждация етіп, зақымданған кезде өсетін фермент бұл жерде өсіп тұрған жоқ, 63/70 нормально. Ферритиніміз 4/21 норма. ALT дегеніміз бұл біздің бауырымыздың ферменттері, егер ALT өсетін болса, значит біздің бауырымыздың клеткалары зақымданып жатыр деген сөз, және бауырмен проблемдер бар деген сөз. Бұл балада 17/30, 22/20 нормально көрсетті. Сосын барып өтпен, билирубин деген пигмент бар біздің өтімізде, сол өтпен проблем болғанда негіз көтеріледі. Бұл балада кішкене изменение бар, бірақ в целом норма көрсетіп тұр. Билирубиндардың бәрі общий, прямой, непрямой бәрі 3/97, 1/3 және 2/94. Енді щелочная фосфатаза мен общая амилаза дегеніміз бұл біздің ұйқы безінің ферменттері. Егер осы ферменттер көтерілетін болса, бізде демек
ұйқы безімен проблемдер бар деген сөз. Қорытынды айта кетейін, бұл бала менен диета алды, өзіне диета жібердім, диета ұстануды. Содан кейін бүткіл дәрі-дәрмектерін жазып бердім. Сөйтіп консультациямнан өтті. Енді бір ай емделетін болады менде. Бір айдан кейін повторно мен неге жіберемін. Хеликобактер пилориді апрелитетін уриазный тестқа жіберіп, бір айдан кейін көреміз 189-дан қаншалықты түсті. Кейін бұл балада өтінде тас бар екен, 1,3 сантиметр, көріп тұрғандарыңыздай УЗИ-інде. Осы өтті жаңағы майдалап, то есть өтті еріту үшін терапия беретін болам, ол бір айдан кейін болады. Бірінші асқазан емдейміз. Егер сіздерде осылай консультацияға жазылғыларыңыз келсе, мына номерімді қалдырып қоям, осы WhatsApp-ма хабарласып, WhatsApp-ма жазсаңыздар болады, алдын ала жазылып, осы приемыма қатыссаңыздар болады. Мен сіздерге осылай анализдеріңізді талдап, УЗИ-ларыңызды талдап, лечениясын жазып беретін болам, диетасын бәрін. Ал егер сіз толығырақ мынау өт проблемасы мен ұйқы безімен проблемаларын видеолар қарағыңыз келсе, мынау төбеде шығып тұрған ссылкаларға бассаңыз, осы видеоларды көре аласыз толығырақ. Егер сізге осы видео қызық болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіз. Сіздермен болған мен, дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы, сау болыңыз.